Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, балаларыңыздың сүйікті асына айналатын печенье дайындайтын боламыз. Құрамы көргендеріңізде өте қарапайым, қолжетімді заттардан жасалады. Кез келген уақытта жасай берсеңіздер болады. Оған бізге ұн қажет, дүкеннің сары майы және қант аз мөлшерде, және де бір жұмыртқа, орташа көлемді ванильді қант және қамыр қопсытқыш қажет болады. Барлығын кезекпен салып, бізде жұмсақ қазір қамыр дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ұнымызды өлшеп салдық. Оның үстіне дүкеннің сары майын саламыз да барлығын жақсылап крошка етіп араластыратын боламыз. Егер де сіздерде май бөлме температурасында болмаса, салқын күйінде пышақтың көмегімен бөліп осылай крошка етіп алсаңыздар болады. Неке бізде осындай крошкалар пайда болды. Енді осы ұнымыздың үстіне қант саламыз. Шым-шым тұзымызды саламыз, кішкене ғана. 1 шай қасық қамыр қопсытқышымыз, яғни разрыхлитель саламыз. Одан соң дәл солай 1 шай қасық ванильді қантымызды саламыз. Барлығын осылай араластырып жібереміз бір келкетіп. Одан соң үстіне 1 жұмыртқамызды саламыз. Кез келген выпечка пісірерде негізі сіздерде осындай арнайы таразының болғаны жақсы. Сонда сіздерде кез келген пирог болсын, печенье болсын, барлығы дәл солай рецепт бойынша шығатын болады. Енді үстіне 60 грамм қаймағымызды саламыз. Қаймақ менде 20%. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Егер сіздерде қолға жабысқан кішкене қамыр пайда болса, үстіне ұнды сеуіп жіберсеңіздер болады. Себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан, кейбір ұндарда осылай грамм бойынша сәл артық қосуға қажет болады. Неке біздің қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ, қолға жабыспайтын осындай біркелкі қамыр пайда болады. Енді қазір салмасын дайындаймыз. Тестамызды қойып қоямыз. Салмасына қант және 1 шай қасық мақ қосамыз. Егер де мақтың көп болғанын қаласаңыздар, молынан қоса берсеңіздер болады. Дәл осы қамырды 2-ге бөліп аламыз. Енді қамырымызды жаямыз. Егер де қамыр кішкене жабысыңқырап жатса, кішкене ұн сеуіп жая берсеңіздер болады. Қатты тым ұн қоспаңыздар, сәл ғана қосамыз. Енді жайып алған қамырымыздың үстіне жаңағы дайындап алған салмамызды салатын боламыз. Бір келкетіп жайып шығамыз осылай. Енді жаңағы жайған қамырға тек қана жартылай ғана мақ пен қантымызды себеміз де, екінші жағын сеппейміз, ешқандай ештеңе жақпаймыз. Кішкене қамырымыз бір-біріне қазір оқтаумен жайып жібереміз. Неке біз тестамызды осылай жайып алдық. Енді тағы да қалған бөлігін екінші жағына салатын боламыз. Жартылай салып алатын боламыз осылай. Егер сіздер қаласаңыздар, арасына мақтан бөлек корица, немесе кунжут, немесе тағы стружка сияқты салмаларын сала берсеңіздер болады. Енді неке арасына салып болғаннан кейін, жаңағы екінші жағына біз салмаймыз ғой, сол жақ бөлігін осылай айналдырып бір-біріне біріктіреміз. Енді біз қазір үстінен оқтаумен жаятын болғандықтан, кішкене үстіне ұн сеуіп жібереміз. Сонда қазір бізде оқтау жабысып қалмайтын болады біздің тестамызға. Енді қамырымыз жайып болғаннан кейін арасын осылай
бөліп аламыз ортасын. Енді барлығын бірдей етіп, солонка етіп кесіп шығамыз. Ирек пышақпен кесу міндетті емес. Сіздерде бұндай пышақ болмаса, кәдімгі түйігі бар пышақтармен кесе берсеңіздер болады. Алдында салып қойған біздің кестамыздың бір бөлігі пісіп шықты. Енді қазір екіншісін саламыз. Көрдіңіздер ме? Арасы слоеный болып тұрды. Кәдімгі дүкеннің печеньелері тәрізді. Енді жаңағы дайын болған кесталарымызды орналастырып шығамыз. Мінекей осымен біздің 15 минутта дайын болатын печеньеміз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайтынына сендім. Және де сіздерге балапандарыңызға жасап беретін болсаңыздар, сіздерден ылғи да жасап берулеріңізді сұрайтын болады. Мен сіздерге қазір дәмін татып көрсетейін. Өзім жаңа ғана жеп көрдім, өте дәмді. Енді жұмсақ. Дүкендегі печеньелерден артық болмаса кем түспейді. Егер де осы рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, кез келген өзіңіздің қалаған видеоларыңызды тауып көре аласыздар. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса отырып, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге көптеген жаңа рецептермен бөлісетін боламын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.